Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен майонезден осындай жұп-жұмсақ воздушный болып шығатын, іші осылай толығымен пісетін пирог әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқа жарамыз. Қант қосамыз. Содан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң майонез қосамыз. Және ванильді қант. Содан соң қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң ұн қосып, оны да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай масса пайда болады. Кейін осылай формаға жаңағы дайын болған массаны құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 30-40 минуттай пісіреміз. Піскенін осылай зубочистканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.